жазбаңыздар, мен сіздерге ештеңке істеген жоқпын ғой. Біреуіңізге әкең дедім ба, біреуіңізге шешең дедім ба? Әкең жаман дедім ба, шешең жаман дедім ба? Ақшаға бола жүрсің дейді. Түн жамылып тұр ме, Алла тұр бар ғой. Ақшаға бола жүрген жоқпын мен оған. Просто оның жақсылығын ойлап отырмын. Енді дұрыс, мен сіздерге келсем, бірақ енді комментария болған жазады ғой. Енді қара, ақшаға бола жүргенде былайда жігіттер, оны жатқан жерінен көтеріп алып шықтым. Енді қара, оны мен ол 100 теңге бер, 200 теңге бер деп әркімден көгала қой деп таяқ жеп, бет аузын бәрін пышақтап тастаған, аяғын бәрі іріңдеп кеткен, ақсаңдап жүре алмай жүргеннен, әркімден 100 теңге бер, 50 теңге бер деп арақ ішіп жүргеннен қарағанда, менің қасымда таптаза киініп, өзінің гитарасымен өлең айтып, ақша істеп, мен де ақша істеп, ол да ақша істеп, сөйтіп жүрген жақсы емес па? Или сол әркімнен дай деп 100 теңге бер, 50 теңге бер деп жүрген жақсы ма? Бәрі мысалға жаман комментария жазып жатқандардың бәрі сөйтіп айтады да, сен ақшаға бала жүрсің, ақшаға бала жүрсің. Мен армансызда осы уақытқа дейін өмір сүріп келдім ғой мысалға. Армансызда мен өмір сүріп келдім, мен ары қарай да өмір сүре берем. Өмірімді ары қарай да жалғастыра берем. Просто ана баладан обал болып тұр да, оны жарыққа шығару керек, оны көрсету керек. Мен не, ол арқылы ақша істесем не, болмай ма не, мысалға? Неге болмайды? Оданша ондай болса, онда жата берсін барып, 100 теңге, 200 теңге сұрап көшеде дуана болып жүрсін онда. Сол жақсы ма мысалға? Үсті басы сасып, арақ ішіп, мас болып, әр жерде домалап, шыршаның түбінде, талдың түбінде ұйықтап, остановкада ұйықтап жүрген жақсы ма? Әлде менімен бірге жүріп, ақша істеп, менімен бөлісіп жүргені жақсы ма? Ағайынның туысқаны да, мысалы, ағайын туысқаны да соны қалайды ғой. Аман есен болса болды әйтеуір. Ең главный, аман есен болса болды дейді ғой, любой адам. Мен мысалға бір, енді Құдай сақтасын, менің басымда сондай нәрсе болса, мен айтатын ем, айдаладан келген бір жігіт соған көмектесіп, жәрдем беріп, жақсы нәрсе айтып жатсам, мен айтатын ем, айналайын, ақшасы да құрсын, бәрі құрсын, аман болса болды. Сенімен бірге жүре берсін, болды. Бізді тыңдамай қойды. Сенімен бірге жүре берсін. Сен тыңдап жатса, сен жақсы жерде жатса, жылы тамақ, жылы төсекте жатса, әдемі киініп жүрсе, біздің абыройымыз төкпей, өлеңін айтып, аман есен жүрсе болды деп, мен болсам да сөйтіп айтам мысалға. Лично өзім сөйтіп айтам мен. Мен білмеймін басқалардың ойы қандай, бірақ мен болсам сөйтіп айтам. Олар да енді сөйтіп сол нәрсені жасау керек қой, сөйтіп айту керек қой мысалға. Ол айналып кеп маған жаза беретін еді, сен ақша үшін жүрсің, ақша бүйтіп жатыр, сені өлтіріп жатыр. Мен онсыз да өмір сүріп келдім ғой. Мен онсыз да өмір сүріп, онсыз да өмірімді сүріп жатырмын ғой, бала шағам қасымда, онсыз да өмір сүріп жатырмын. Мен ешкімнен ақша сұрап жатқан жоқпын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Қайназар бармын. Рахмет қолдау көрсеткендеріңізге. Осы соңғы болған жағдайларды өз аузымнан естіп біліңіздер. 18 маусым күні Тимур Нұғман бауырым мен көшеден тауып алып, бір күн қол ұшын берді. Сол үшін үлкен рахметімді айтқым келеді. Бірақ артынан көптеген жалған ақпарат таратқан белгілі болды. Осы соңғы жағдайға байланысты Нури Камал авторы мен емеспін. Жай орындаушымын. Және осы Тимур бауырымның жалған ақпаратына байланысты ешбір әнші маған қарыз емес, барлық әншілерге ризамын. Бауырларым, туыстарым бәрі жанымда. Мені ешкім ренжіткен жоқ. Мен өзім араққа тәуелді болғандықтан көшеде кетіп қалып жүрдім. Осы уақытқа дейін менің атымнан ақша жинаған жоқпыз. Егер менің атымнан ақша жиналып жатса, оған сенбеңіздер. Осы соңғы болып жатқан жағдай менің отбасыма және туыстарыма өте ауыр тиіп жатыр. Сондықтан сіздерден өтінерім, осы жалған ақпараттарды жан-жаққа таратпауларыңызды сұраймын. Мен осы сахнаға шығу жоспарым жоқ, және продюсер іздеп жатқаным да жоқ. Және ниеттеріңізге, көңілдеріңізге рахмет үлкен. Ағасын өзінің туысқан ағайындары айтты, негізі сенің қасыңда жүрсе дұрыс болар еді деді. Кішкене реттеліп болғаннан кейін сенің қасыңда жүрсе дұрыс болар еді деді. Енді оны Алмас шешеді ғой деді.
енді білмеймін енді оны ары қарай не болады қалай болады мен ол жағын білмеймін енді